Жылдың туған күні. Ол тірі болғанда небәрі 19 жасқа толар еді. 19 жас. Өмірдің енді басталатын шағы. Бірақ өкінішке қарай Мадина бүгін туған күнін сәбиімен, анасымен бірге қасы ала алмайды. Мадинаның анасы бізге хабарласып көмек сұрады. Сондықтан менің командам бұл істі заңгерлік және ақпараттық тұрғыдан қолға алды. Бүгін қызым Мадина болғанда 19 жасқа келеді. Бұл қылмыстық істі Жан Ахмадиев và Иринга Именбайға сеніп тапсырдым. Бұл соңына дейін баруына сенім, әділдік тілеп етем. Біздің мақсатымыз біреуді дәлелдеп айыптау емес, шындықтың ашылуына, кінәсі заңмен дәлелденген адамдардың жауапқа тартылуына бар күшімізді саламыз. Бірақ бізге сіздердің қолдауларыңыз керек. Түсінесіздер ме? Сіздердің қолдауларыңыз өте қажет. Мадинаның тағдыры да үнсіз қалмасын. Біз әділет талап етеміз. Бірінші ақпарат негізі Мадияр Мадинаны 17 жасында алып қашқан екен. Өздеріңіз білесіздер, бұл біздің елде қылмысқа жатады. Сонымен қатар 17 жасында екіқабат болған. Қателеспесем солай ғой? 17 жаста екіқабат. Сіз алып қашқан кезде қарсы болмадыңыз ба, Шахло ханым? Айтпадыңыз, қызым жас. Қызым жас деп айттым, қызым жақсы көріп қалды ғой сол жақта. Мадина қарындасымыз ақ көйлек кимей қайтыс болды. Ол дегеніңіз жаңағы Мадиярдың отбасы Шахло ханымның айтуынша той жасамаған. Солай ғой? Той жасаған жоқ ешқандай. Барлық ештеңе болмады. Только беташар ғана болды. Сіздер ойлап жатсыздар, біз мынау комментарийлерді де бақылап отырмыз. Жаңағы бұлар Мадина қарындасымыздың жағдайы болмағандықтан басынған деп десе де, Шахло ханымның жаңа естіп өзімде таңғалып отырмын. Шахло ханым Мадиярдың отбасына, өзінің қызына келіп кеткеніне ақша жіберіп отырған анасы. Сонымен қатар Мадина ханым Шахлоның жалғыз қызы, жалғыз баласы. Шахло ханымның Мадинадан басқа баласы жоқ. Түсінесіздер ме? Мадиярдың әкесі түрмеге түсірде Мадина анасына звондап Шахло ханымнан өтініп 700 мың теңге сұраған екен. Қайынатам түрмеге түсейін деп жатыр, бүйтейін деп жатыр. Сол кезде Шахло ханым ақша жіберген 700 мың теңге. Мама, Каспийден стол уголок заказ еттім. Нормальный уголок алайыншы, көмектесіңші, мама ақша беріңші. Анау заказ еттім, мынау заказ еттім. Қызым үшін бересің ғой? Еш болмаған. Туған күн еді кеше. Туған күнде холодильник заказ етіп қойған ғой. Қызыңыз өзі холодильник заказ берген ба? Қызым Каспийден көріп маған алып берші деп жүрген. Сонда сіздің құдаларыңыздың үйінде холодильник болмаған ба? Осыдан кейін қазағым, жалпы қыздарыңызды ерте тұрмысқа бермеңіздерші. Алып қашса да алып кетіңіздер. Қазіргі таңда Шахло ханым әлі күнге дейін өкінеді. Қызымды сол кезде алып кету керек еді дейді. Қыз баласының ешқандай үйі жоқ екен ғой мына өмірде дейді. Байы ашықтан төкпектеп, төмпешіктеп, ол сыйдырмайды деген сияқты. Ажырасып келіп үйіне сыймай жатыр, үйіндегі әке-шешесі сыйдырмайды. Соласын тек бақытты болатын шағы тек балалық шағы екен ғой дейді. Қыз баласының қасында ол дүниеде ешқандай жерде панаш жоқ екен ғой депті. Сол үшін мен айтатын, ау қыздары білмейсіңдер, балдарды үйде күтіп тұрған. Пока тұрмыс құрмай тұрған кездерінде жағдайларын жасап алыңдар, ертеңгі күні әке-шешеге көп шығуы мүмкін, байың да көп шығуы мүмкін. Далада өзің қаласың деп. Алла тағала нәзік жанды деп қызды жаратқанымен, нәзік жанды жаратылсын сай өмір жоқ та оған. Тек жаңағы қыз болып дүниеге келгені ғана болмаса да. Обидно болып қалады екен сондай кезде.